Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құрметті Шопан ата қауымдастығы, біздің өзіміздің жаңағы қауымдастығымыз бар. Клиент сол жерде шопандар, анау Атыраудан Алтайға дейін, білем. Петропавлдан анау Түркістанға дейін. Енді сіздердің сұрауларыңыз бойынша біз қазір Ахат ағамыздың шаруашылығына келіп отырмыз. Ахат аға, біріншіден өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Жағы қазір енді Алматының төңірегінде тұрып жатыр екенсіз, сол жөнінде. Мен енді негізі Ақсу ауданы, Талдықорған облысы, бұрын қазір Алматы облысы. Соның Ақсу ауданының Ойтоған ауылының тумасымын, сол жердің тұрғылықты. Кейіннен енді осы жұмыс бабысымен осы комиссияға айналысқаннан кейін осы Алматы облысына еңбекші қазақ ауданына мына Қайназар ауылында қазір тұратын жерім. Бұл жерге тұрғаныма биыл 7 жылдай болды тұрғаныма. Осы жерде мен негізгі жұмысым осы малмен айналысам, мал шаруашылығы, мал бордақылаумен. Былай айтқанда. Аға, былай ғой. Мен айтып жүрем әрдайым. Енді онағы шетелде де сұрадым, осы елде де сұрадым. Сондағы бізде мына жігіттердің көбісі өзіңіздің бауырларыңыз, солардың бәрі сұрайды. Малды неден бастаған дұрыс дейді. Мен соларға айтам, малды ең тиімдісі азын-аулақ болса да бордақыдан баста. Оның айналымы жылдам. Әгі малды салып қойып, оның артынан салпақтап жүру, ол жылына бір-ақ рет қана төл береді. Сол жағынан айтып беріңізші. Сол рас солай ма? Өте дұрыс айтасыз. Мысалы, біз ойлаймыз, бізде доғымын ғой, бізде қатық болған. Атар қой бағуымыз керек, совхоздың малы. Оған үлкен жер болу керек. Оған 1000 гектарлап жер болу керек. Ол жерде 500-600 совхоздың малы сияқты мал бағуымыз керек деп ойлайды. Бірақ енді қазіргі заманда негізгі пайдалысы осы аткорм. Аткорм. Өйткені аткорм дегенің бұл аткормды да ойлайды енді шығыны көп. Мұның шығыны көп болғаннан мұның пайдасы бар. Ал енді сіз бір 600 басты 1 жыл бағасыз, оны туғызасыз. Одан мысалы 500 қозалай істейсіз. Ол 500 қозыны сіз өсіру үшін тағы 1 жыл уақыт керек. Тағы 1 2 жыл уақыт керек. Оған қанша уақытқа сіз оған малдың артында жүруіңіз керек. Оған ешкім қазір бармайды да. Ешкім жүрмейді де. Ал мынау аткорм үйіңдесің, бала шағаның жанында, малың көз алдында, қасқыр жемейді, ұры алмайды, айырбастамайды. Тек қана өзіңнің жұмыстарың осы жерде жүріп жатса, өзіңе тиімді. Мысалы, мынау мінекей менде жылқы тұратын орын. Бұл енді мен бірінші бұл аткорм салған кезде мен мұны адамның бірінші ыңғайлы жағын ойластырамын. Ең бірінші жұмысымның, жұмысым қиналмау керек. Ол дұрыс жұмыс жасау керек. Оның айлық табысын дұрыс беруім керек уақытында. Оның кейін қалған уақытта жұмысын жеңілдетуім керек. Мына жерде жұмысшы ешқандай жана ұрып қиналатын жұмыс жоқ бұл жерде. Міне мына жерде малдың суы, мына жерде мінекей жылқы. Енді көбі бәрі осы жерден беріледі. Мынау суға. Ана жерде крайнигі бар, крайникті ашады. Су мынаған ағады, осы жерден суын ішеді, мына жерден кеп шөмеді. Сонда адам ішіне кірмейді, мұның ішінде. Сыртта жүріп жасайды. Адамға риск жоқ, мал қағы жібереді, теу жібереді. Жоқ, ешқандай не жоқ. Мына жерде мінекей два в одном дейді, адамға жеңіл болсын, мынаның үсті шөп жиналады. Мына биыл сезон бітті міне. Мынаның үсті шөпті осының үстіне жинайды. Керекті норма шөпті мына жерден жерге түсіреді міне. Осы жерден алыстан тасымайды. Алыстан тасымайды. Осы жерден. Қысты күні мысалы ыңғайлы. Осы жерден тастай салады, шөп түсті. Осы жерден алып мынаға мысалы бір түк беру керек болса нормасы таңертең. Осы жерден бір түгін береді. Несін, астын тазалау қалай? Астын тазалау, оны қалай жасайды? Енді ол ыңғайлы. Мен мына жағынан көрсетейін. Мынау енді тоғамен ағып кетеді ғой, мына сұйық зәр ағып кетеді. Мынау ағы қи алынады. Ол мен мына жерден көрсетейін сізге. Мына жағын еткен. Мұнда кіре. Мұнда жылқының несі? Жылқыныкі бері сыртына түседі ма сонда? Иә. Міне қазір жылқы ары қарап тұр ғой. Ары қарап тұр. Мына жерде мысалы жылқыны кіргізесің, мына жылқы кәлдір. Айдап келдіңіз, мысалы кіргізу керек. Мынаған өзі бірінші одиночка өздері кіреді мінекей. Мынау былай ғана ашылады, ыңғайлы мінекей. Міне кіреді, сосын сіз жабасыз. Бұл неге? Бұл негізі көбіне асау жылқыларға жақсы. Асау жылқы деген сіз мысалы тамақ жегенде жақсы, тұрғанына жақсы. Жылқы енді жатпайтын мал ғой. Соны осыған кіргізесіз болды. Ана жерден тамағын жейді, қиын жерге түседі. Мына жерде тәпкі сияқты несі бар. Ақырынан адам теппейді. Бір-екі дауыс бергеннен ол үйреніп алады. Анаған түскенде бүйтіп тартып ала саласың жерге. Тартып кете бересің, басына шейін мысалы мына жерде 20 жылқы ма, 20 жылқының артын тасып алса, артынан келіп таш кетейсін алып кете бересің. Аға, мынаның размері қандай ортасынан? Мынау енді әрі қалай? 90 см, 80 см болады.
мысалы. Екеуінің ортасы. Иә, 80-90. Үлкен жылқы бәрі сияды бізге. Бұлай? Бұлайынан 2,5 метр ғой мынау. 2,5 метр? Мына неге стойкаға дейін. Ал енді бұдан тар жасаса, бұдан кең жасасаңыз сізді. Ол жылқы тұрған жылқы, ол айналам дейді былай. Айналады да былай қарай қарап қалады. Одан кейін былай айналады, қысылып қалады. Ал мынада тек былай сүйкенеді, тек алдыға жүреді. Артқа жүре алмайды. Соны тек қана осы. Мұның бір тиімдісі осы. Ой, жақсы жасапсыз аға. Қымбатқа түседі, бірақ дегенмен жақсы. Ал енді одан кейін мынау календор деймін, мысалы. Осының барған беті ана жерде мал соятын орны бар өзіңіз, арнайы дайындалған. Бойнесі ма? Асауды сіз, мысалы мен ана жақта бойнем бар, оған апару үшін бізге қиын асауды мысалы. Сол кезде мен ана жерден жабып тұрғанға мойнына шалма тастай саласыз жіпті, артын кеп ашасыз, ол кальдормен қашыбанда барады. Бір адам солай қарай барады. Бұл енді сонда ыңғайлы болу үшін ғой. Содан кейін мысалы кейде бір асты бұтақ кетсе де, мына жаққа шығарып жібересіз жылқыны, мына жерді тазалап алса, содан кейін кірге кетеді өзі. Өзінің орнына үйренген кіре береді. Мынаның бәрі сол. Мына жерде қазір 48 орны тұр. Аға, қыстың күні мынаған, міне кранигіңіз екен, көрсетіп жіберейік. Міне труба былай келіп тұр. Мынаны суды ашып жібереді. Мынау су қыстың күні қатып қалмай ма? Жоқ, оны сіз уақыты бар ғой. Мысалы таңертең сағат 11-де беру керек болса, сіз 11-де ашса, сол қолма-қол ішеді. Шөлдеп тұрған мал бірден су ішеді. Соны су ішеді, соны кішкене ғана қалады. Сіз қалдырып қойасыз соны. Оны ол бітіріп тастайды. Сосын кішкене мұз болып қатырып жатса, мұзын алып тастайсыз, қайта құясыз. Өзі ішеді. Көп, мынау әдейі сол үшін кішкентай қылып жасалған ғой. Етіп. Артық болмайды сонда малға. Міне еще мынандай сливной жасап қойды. Мына сливной да бар, сливной да бар. Мынау да сол сияқты, мына кальдордан кіреді, шөп тастайды, мынаны шығады, былай қарай кетеді. Жылқымыз былай қарай кетеді. Аннан келді, ана жерде есігі бар. Ол қашқан жылқы асау, мысалы мында келеді, ешқандай адам басыңа ұрмайды ғой енді. Ой, бізде жылқы сою деген ол бір не ғой? Мынау енді қазір бұл сезон бітті ғой мен содан кейін. Мындан келді, жылқы есік жауып аласыз, мынаның бәрі алынады ғой. Сонда қашып мында келеді, мына жерде ұстап аласыз. Мына жерде септігі бар, жығас, лебедкаңыз тұр. Соясыз, ар жағынан машина келеді, тиіс, уже кете береді. Болды. Ыңғай жасалған екен. Бұл ана жерден сразу тиіп кетеді ары. Тиіп кетеді. Бұл адамдарға ыңғайлы болу үшін. Дұрыс. Бұл енді мынау шамамен 48 жылқы. 48 жылқы шамамен бір 40 метрдей да? Иә, 40 метр бар. 40 метрдей. Хорошо, жақсы. Ал енді аға мына қойдікі? Иә, қойдікі. Енді мына жерде айтайын, бұл жылқы енді мынау жеке-жеке тұратындардікі ғой. Бұл енді мен негізі басында бұл болмаған менде. Менде мынандай болған бұл қора басында. Мынаның ішіне кіргізіп жіберемін, бұның ішіне 17 бас сиядым. Әрқайсында 17 бастан тұр мынаның, 3 қора мынау. Бірақ бұл жерде бұл қайтады? Жылқы ар жақтан келеді ғой. Бірін-бірі тістейді, тамақ жегізбейді, бірін тебеді, құлатады бұл жерде. Сонан кейін мен оны аламын да ішіндегі асауларын мынаған тығам. Жуасы үйренген тұра береді, жуасы емесін апарып ананы тығам. Сонда маған ыңғайлы, мен алаңдамаймын. Сонда қайта-қайта түнде де мысалы алаңдамаймын, бұл тұра береді. Тоже тамағын мынан береді мінекей. Жемін береді. Арычный лоток қой, иә? Кәдімгі өзінің арычный лоток. Кішкентай қанша, соның үстіне нәбір мынау кішкене биік болу үшін, кішкене көтерген біз тағы да. Сол үшін жасалған. Мынадан өзі кеп қатар-қатар 17 жылқы екі жақтан жей береді. Біріне бір кедергі жасамайды мұнда. Ал жаңағы айтқан асауын былай аламын. Енді су, мұның екі жақ басында су бар, науасы бар, соған құяды. Ал ана жерде ортасында не тұр, септік тұр. Ол специально жасалған. Қысты күні судың бәрін мен жауып тастаймын. Жаңағы. Қатып қалған олар. Оны мен ана жерден шлангымен аламын да, ананың іші жылы. Сол жерден жіберемін де, шлангымен құйып аламын да, қайдан шлангын жинап ішіне тастай саламын. Ол сонда жылы болып тұра береді. Бұл қыстағы бір еді. Иә, мен мынаны анда қойда кіргізген, мынау биыл қой кіргізген бұған. Қойды күн, иә. Мынау қойдікі. Бұл енді қоймен айналсам дегендерге мынау өте тиімді. Мен сіздерге айтайын. Қойға да мына лотогыңыз жарап тұр ғой, е? Мына лоток, мынау специально мен мынаны өзім заказбен алдырдым. Мынаның бұлай жалпақтығы 40 сантиметр, бұлайынан 20 сантиметр биіктігі. Бұдан жалпақтығы 40, мынасы 20. Биіктігі 20 мынау, е? Иә. Енді бұдан биік болса, мынау бар лотоктардың несі, ол мынандай биік болады лотоктар, анау сияқтан екен, шыққыда тұрған сияқты. Ал одан қой бұлай кеп тұрғанымен, мына тамақ тірейді де, ананың түбіндегін жей алмайды. А мына 20 сантиметр ол жейді. Екі жағынан келіп жейді қой, көрдіңіз бе? Шығарады, екі жағынан келіп жейді. Енді мынау мінекей ұзын кальдор ғой, мынаумен трактор келеді, мини тракторым бар мен. Мынау әдейі, аға, мынасын неге жасақ? Ол мынаның үстіне қой секіріп шықпас үшін.
А то мынау жоқ болса, мына қой мынаның үстіне секіріп шықса, мынаның үстіне тұрып алады. Лаңдады, бүлдіреді бәрін. А мына жерде мына қой шыға алмайды, мынаған басы мынаған кіреді, мынаны жейді. Анау мынаған кіреді, жейді. Сонда мынау тамаққа өте жақсы, тиімді. Мынаны жаңадан қосып жатсыз? Мынау жаңадан қостым. Осы жақында қосылдым. Шатырыңызды қалай жасадыңыз? Бұл шатырды скат былай. Иә, бірақ скат бұл. Иә, мынау бір скат, мынау бір скат. Мынаның алдымен әдей ашық қалдырғаным, бұл енді мал көп тұрғаннан кейін бұл иіс болады, аммиак. Иә, аммиак иіс болады. Ол көзін бірінші соқырып тастайды. Сол үшін мынау қойға, мына бір жағы глухо жабық қой мінекей. Бір жағы ашық, төбесі ашық. Мынадан ауа циркуляция айналып тұрады. Мына тұрған мал жақсы тұрады. Ширақ тұрады мал. Сол үшін оны былай жасағанымыз сол жаңа мына бір скат, мына бір скат. Мысалы мынау былайынан 23 метр. Былайынан. Мысалы көрдіңіз бе? Мына менен трактор жүреді. Мысалы мына осы бір бөлікке 500 бас сияды. Арғы бөлікке 500, арғы бөлікке 500. Бір бөлігіңіз мына біреу жүрген ғой? Иә, міне же. Осыған 500 бас сияды маған. 500 бас келіп тамақ жейді. Сол 500 бас осы жерде тұрады. Ана жерде қазір 500 бастар қазір. Жоқ, онда 400 бастар қазір. Мына жерде мінекей трактор жүреді. Норман 500 бастың, анау 500 бас, 1000 бас қойдың жемін тиіп алады да трактор. Ана басынан кіреді. Дайын нормасы мынаған қанша? 2 ведро ма? Мысалы 12-13 кг ведромен қанша ведро салады мысалы? Мынадан біреуінде 80 бас тұрады мынадан, біреуінде. Мынада 80 бас тұрады, сөйтіп тұрады. Көрдіңіз бе? Сіз бордақылау кезінде жаңағы қанша килограммнан бастайсыз? Негізі қайдан? Бұл даладан шөптен келген мал ғой. Иә, бұл. Жемге оны сразу қоюға болмайды. Иә, дұрыс айтасыз. Қалай бастайсыз? Кебекпен бастайсыз ба, немен бастайсыз? Иә, бұл август айында келеді ғой. Августтың 15-інде қозы бөлінеді. Біз сентябрьдің 1-нен бастап уже қозыны әкеле бастаймыз. Осында тұратында. Ол келгеннен кейін ол далада жүрген мал, тем более қозы ол. Ештеңені білмейді ол. Анасының сүтінен енді ажыраған малдар келе бастайды. Сол кезде біз аламыз да оны кеп бірден жаңа неге үйретеміз, кебекке үйретеміз. Өйткені сіз басқа жем бере алмайсыз, ол ауырып қалады. Кебектің нормасы қалай? Кебектің нормасы енді 250 граммнан бересіз. 250 граммнан жаңағы таңертең түсте кешке шоқ береміз. Бір аптадай. Бір аптадан кейін біз көтере бастаймыз. 200-300 грамм, 400 грамм, 500 граммға шейін көтеріп аламыз. Бір уақытқа? Жоқ, бір уақытта 250 грамм береміз ғой. Иә. Түсте 200 грамм, кешке де 250 грамм береміз. Сонда күнде 750 грамм? Иә, 750 грамм. Иә. Пока кебек береміз. Иә. Онан кейін кебекті түсіреміз. 500 граммға түсіреміз де, орнына жаңағы арпа қосамыз. Араластырып? Арпа араластырып. Арпаның жаңағы жартысын бітеу, жартылайын жаңағы тартылған түрде береміз. Аға, осы жерде сөзіңізді бөлейін. Негізі қойды бітеу арпамен жем деген дұрыс па? Жоқ, туралғанмен ба? Мұны енді мал күйіс қайтаратын мал ғой қой. Оның жағы қимылдау керек ауызы. Ауызы қимылдау үшін оның ішіне жаңағыдай бітеуді қосқан дұрыс. Айтады ол бітеу артынан түсіп қалады дейді. Ол бос сөз, артынан. Өтірік па? Өтірік сөз. Ол бидайды да тастасаңыз, ол бидай асқазанға түскеннен кейін оның сөлін сорады ғой. Керексізін асқазан алады. Керексізін тастай салады. Ана шығарған сіздің далаға шыққан ол қарағанмен қауырсыны ғана қалып тұрады. Сондықтан оған, ал сіз ол бидайды, мысалы бидайды татып берсеңіз, бидай ол иленген нан болып қалады. Асқазанға барғаннан кейін иленген нан болып, өзі нанды қалай илейсіз? Нан сияқты ол нан болады да, ол асқазанға барған ауырлық пайда болады. Бидаймен жем дейсіз ба, арпамен жем дейсіз ба? Екеуімен де. Араластырып па? Бірақ мысалы бірінші кебек, онан кейін арпа, арпадан кейін азаз бидай. Мысалы айтайын, мен енді бір дайындағанда жаңа 500 бас, 1000 басқа бірақ дайын көрсетемін сізге. Сол жер дайындағанда сонда көресіздер. Енді тамақхана көпшіліктер ойлауы мүмкін. Суы қайда? Қазір көрсетемін. Көпшілігі мына жерде ойлайды, бұл малды қалай беремін? Тамақ бере алмайды ғой мал тұрғанда. Ол үшін мына малды мінекей мынандай қорасы болады. Мынау прогулочный қора. Малды былай қарай шығарып тастайсыз? Мынау прогулочный қора. Көрдің міне? Мынау жаңа 500 бас сиятын қора. Мынаны ашады, есігін ашады. Бұл бір қой 3 күн, 4 күннен кейін үйреніп алады уже. Мына сіз кіріп, естен мына есікті ашқанда ол біледі уже мал. Сіздің даусыңыз шыққанда ол мынаған кіреді өзінен өзі. Мынаның ішіне кіреді, спокойно, қазір көрсетемін жерге. Кіреді, тұрады. Мынаны көрсетіп жіберейік. Мынау үстінен замогыңыз фиксатор ғой. Иә. Затвор, иә. Болды, сонда мынау ешқайда кетпейді отырады. Ішінде 500 қойын тұрады. Сосын сіз мынаны келесін оған сыпырасыз, тазалайсыз, жаңа тақтамен келесіз, жеміңіз саласыз, асықпайсыз, уақытында. Уақыты болған кезде сонша. Ол сізден уақыты келмей, мына мал үйреніп алған, сізден тамақ сұрамайды ол. Ол уақытқа үйреніп алған уже. Сосын уақыты келгеннен кейін саласыз, ананың саласына үшеуін бірақ салып біттіңіз, трактор шығып кетті. Келдіңіз де бір адам өзі келіп мынасын салады. Болды, бәрі шақты тамағын жейді. Сіздің міндетіңіз қайсысы жемей тұр? Неге жемей тұр? Ауырып қалды ма? Жоқ, тентек болып қалды ма? Басқа болды ма? Сіз соны қарауыңыз керек. Содағы мына жұмысшының жұмысы сол. Тек қана мынаған, осы бүткіл мына малға 45 минутта тамақ беріп тастады.
45 минутта тамақ беріп үлгереді. Неше адам? 3 адам. 3 адам. 3 адам, а. Жақсы. Мынау мінекей таңертең бұл сағат 3-тен бастап жем береді мұның. Сағат 3-тен. Таңғы 3-те жем береді. Содан бұлар сағат 10-ға шейін, мінекей сағат 10-11-ге шейін бұлар тұрады. 10-11-де міне шөбін береді. Аға, қазір рационға келеміз. Тағы да бір, сіз мынаны арнайы қаптап атсыз ғой? Иә, көлікпен. Не үшін? Енді ол мынаны сындырмас үшін. Мүжілмес үшін, бетонды. Иә, бұл бір күндік емес қой. Мысалы, ағаштан одан жасауға болады, ағаштан. Бірақ ағашты жылда ауыстыруымыз керек. Иә, мақсаттаны қарашы мен. Әдейі бүйтіп қаптапты. Осыны көрсетсең? Қырын. Иә, қырын. Бітті, бұл енді ештеңе етпейді тұрады. Бұл бәленбайлығы тұрады. Астында пискоблок? Иә. Пискоблоктың астында не? Жер болды, ештеңе жоқ. Жер, иә? Хорошо. Ал енді... Мына міне қазір сағат 11-дегі бордақы, мына 11-дегі тамағын жепті. Жепті мына уже тады. Міне ешкім... Мына жерде қазір 400 бастамыз. Емін еркін бәріне жетті. Болды, ешкім жетті. Ана қорадан, жаңа қамадан қорадан, сол қорадан шықты, көрдіңіз бе? Иә. Асты құрғақ, өзі таза. Тамағын жеп тұр. Су мұның ар жақ басында қазір көресіздер. Мына келмесе де. Мынаның биіктігін айтып өтсеңіз, мынаны сұрамадық жігіттерге. Мына 1 метр ғой? 1 метрді алдыңызда. Арасы мына 30 сантиметр. Иә, 30 сантиметрден 25-30 сантиметр. Неге? Мынадан қой шықпас үшін ғой? Қой шықпаса бұл мұның жұмысы соған. Үстінен аттамайды ғой? Аттамайды. Тамағы болса, бәрі болса дейсіз ғой. Бұл мен тамақ жеп тұрма, ол ешкімде жұмысы жоқ. Қарамайды да сізге. Сіз біраз деген тамақ жеп алып келсеңіз жатады. Сіз келсеңіз келіп тұрсыз ба? Келмей тұрсыз. Өйткені оның қарны тоқ қой. Нормасын біледі, уақыты. Но бірақ тұру уақыты болған кезде бұл уже жыбырлай бастайды. Тұрады, уже біледі, тамақ керек екен. Негізі мына тұрған жеріміз, бұл Қайназар ауылы, ана Алатаудың тура етегі. Бұл жақта қар қалың аға, Жоқ, қар жоқ. Қар қалың түспейді. Аз түседі қар жүрді. Бұл жердің қысы жыл деп отырмайды. Қысы жылы. Сондай жайлы, малға өте жайлы, ыңғайлы. Қысқы температура қанша болады? Ну енді 15-16 градустан асып жатқан жоқ. 30 градус кейде болады деп ауа райы береді. Қысқаны ғой. Бой қысады. Сонда, видите, мен айтайын деп тұрғаным, мына технологияңыз, сіз ар жақ тек қана ақ болсын деп жаптыңыз ананы, иә? Негізі мынандай полностью ашық жасауға бола ма? Екі жан жағы бәрі. Енді ол мүмкін қыс кезінде боран болуы мүмкін ғой. Иә. Жел соғуы мүмкін. Сол үшін бір жағы жабылып қойған жақсы да енді жылайтын. Ана негізі батыс жақ қой, бізде жел соғады. Батыс жақ негізі жапқан дұрыс, иә? Бір жағынан малға жақсы, жылы болады. Мен малдар өз. Қазір жебет тамақтарын. Бұлар енді қазір осы жерден бір 30-40 минут жейді тамағын осы. Болды сонымен міне су ішіп кетті қазір. Суды қалай жасапсыз? Ар жағынан барып көрейік. Мынау енді уақытша жасалған, мұның өзі басқаша науасы болады, қазан жақтан көресіздер. Енді онда соны көрсете салайын. Егер ана жақтағы дұрыс десеңіз. Енді мынау жаңадан салынды. Мына жерде ертең мына жер құйылады. Шаш құйылатын жерге жасалады. Мынаның ішіне жем жиналады. Мысалы фурамен жем келген кезде сразу бірден ол неге? Ол жұмысшыларға тоже ана жақтан тасымас үшін мынау жақын жерде. Мына жерде мысалы мен ана жақтан трактормен тасимын. Аманда келгенде мен алады да өзі сразу бірден мен жерден дайын жем. Шелекпен алып төге береді. Ешқандай қиындық жоқ онда. Мынау мінекей қазір жемі салынған жемі қараңыз. Мінекей. Мысалы қазір 400 басқа, мысалы 4 түк салынды ма? Міне 4 түк шұғын салды. 400 басқа қазір мына жерде 4 түк салды. Міне мынау бар, анау бар. Бұл неге? Елдер ойлайды, шөпті көп салады. Мені қараңыз төңіректе, менде бір жерде сабан көресіз бе? Сағыр көресіз бе? Сағыр жоқ. Шөп жоқ бұл жерде қараңыз, қазір оны көрсетемін. Ал сонда ысырап жоқ. Мынадан ештеңе қалмайды. Егер мен мынадан қазір көп салсам, бұдан толтырып не салсам, мұның жартысын мен сағырып шығарамын. А мен мынадан, бұны қазір бұл анау жеп жатыр қазір. Қазір біз қайтада көрсеңіз мынаны. Ананың ішінде бірде-бір грамм сағыр уже жаңа көрдім. Болмайды. Өйткені бұл біледі, бұдан артық мал да біледі, бұдан артық оған тамақтан бермейтін. Міне қазір анау бөлмеде тұр. Қазір осы жерде көрейік, ана бала қазір ашады. Қалай шығып жейтінін көресіздер қазір. Қазір онда тоса тұрайық. Тоса тұрайық. Кішкене әңгімелестірік. Жаңа кешіріңіз, мен сіздің сөзіңізді бөлдім. Ана жемге келгенде 500 граммнан жағы 750 грамм күніне кебек болады. Соны 500 граммға түсіресіз. Орнына нені қоса бастайсыз? Арпа мен бидайды қоса бастайсыз. Соны қай кезде жаңа ғана балансқа келтіресіз, мүлде кебекті алып тастайсыз? Жоқ, мүлде кебек алмаймын. Да? Бұл кебек, мысалы, менде қазір мыналар уже 4 айға кетті, отырған 3 айдан асып кетті бұл. Бұлар қазір кебекті азайтқанбыз, өйткені бұлар кебекті жегісі де келмейді. Сондықтан кебек өзінен өзі 250 граммға түсіп қалды қазір. Орнына бидай. Жаңағы наоборот 250 грамм бидай, 250 грамм арпа, 200 грамм бидай деген сияқты. Сонда осы сложный 1 килограммға жеткізуім керек қой мен.
егер мал 4 ай 3 айдан кейін 1 килограмм жейтін болса, ол сіздің ойлаған салмағыңызды береді. 1 килограммен жұмса. Онда бұл өзі сонан кейін біраз уақыттан кейін 4 айдан асқаннан кейін бұлар жегісі келсе жейді, жемейді даже. Иіскеп қана тұрады. Иіскеп тұрады, соны жейді, жейді, сонымен. Бірақ 1 килограмм нормасын жеу керек болады. Тұру керек. Аға, мен сізде байқап тұрмын, мына жерде енді ана қойдың түрі. Біреулер айтады, ой, мынау қазір мериностар ғой. Меринос. Ақ қой. Ақ қой жаңағы ақтамайды екен, жүніне көп кетеді екен. Біреулер айтады, қазақи қой жемдеген дұрыс. Енді ішінде негізі ең дұрысы будан жемдеген шығар, иә? Жоқ. Енді сіздің ойынша қалай? Мен енді оның менде бәрі бар, оның қазақи да бар, менде буданы да бар, мериносы да бар. Бірақ мұның ішінде енді біз ең ходовой товар меринос. Ең ходовой құйрығы жоқ, меринос. Мұның еті көп болады. Мұның кеуде жағында еті көп болады. Денесінде еті көп болады. Сонан кейін бұл жақсы байласаң, бұл да семіреді жақсы. Ал қазақи, оны тоже осындай байлайсың, бірақ ол көбіне құйрыққа жинайды. Ал сіз егер базарға барып сататын болсаң, сіздің мысалы айтайын 1500 теңге болып тұрса еттің килограммы, сіздің баратта құйрығыңыз кеседі, өзіңізге бере салады мәдіп. Мен мына қойыңыздың етін аламын, құйрығын. Сізге ол бір қойдың үстіне 3 килограмм құйрық кетеді. Сіз уже минусқа кеттіңіз. Сіз оны апарған 10 қойыңыздың құйрығын қайда апарасыз оны? Оны алмайды. Ал егер құйрығымен берсеңіз, ол сізден одан төмен баға сұрайды. 1300 теңге деп сұрайды. Мериностан 200 теңге қайта төмен жүреді. Қазақи қой. Бағасы. Базардағы, иә? Базарда. В любом случае қазақидің бағасы төмен жүреді. Мен енді осымен айналысқаннан кейін мен мұны қазақида байладым. Басқасында байладым. Мұның ішінде меринос, оның ішінде жас болу керек. Тоқты болу керек. Немесе 1,5 жас, 2 жасар болу керек. Сек болу керек мысалы. Немесе сондай малдар болу керек. А ол одан үлкен малдарды мысалы ол базарда жүрмейді. Міне көрсетіп жіберейік. Ашып жатқан міне. Көрсетіңіз, аха. Мақсат? Мынау шөпке шыққаны. Шөпті күніне звук жазылып отыр ғой, Мақсат? Шөпті күніне 2 уақыт бересіз бе? Енді шамасы бар адамдар 2 уақыт берсең жақсы ол. Әйтпесе 1 уақыт берсең де болады. Ол шөп тек қана күйіс қайтарған ғой? Күйіс қайтарсын, жем-жеп күйіс қайтарсын. Мінеке, істеп атқаны. Қайда қалай? Мынау нарын қол кеген со жақтың нелері ғой? Мына біздің, мына Андреевка жақтың малдары. Андреевка жақтың малдары. Бұл енді мен жылда өзім алып жүрген кісілерім бар. Хозяйство бар, мен солардан барып алам, оптом алам. Ол кісі де үйрендік аз осын атқорымыз жасауды. Ол кісілер сізге қыстығыңызды қысқа дейін қарап беретін шығар, сіз одан кейін қысты алып кететін шығарсыз. Мына екінші партияны қарап бергені. Қарап берді, мен маған келгелі мінеке қазір 15 күн болды мынау тұрғанда. Сізге тек қана әйтеуір аман жеткізіп берсе болды ғой, бұны олар жемдемейді, жайып жүре береді, иә? Жоқ, жаймайды. Олар да атқорымға үйреттім. Олар да осылай атқорымға қойып алады. Қояды да, аха. Сіз олардан сонда килограмммен сатып аласыз ба? Мен оларға интерес болу үшін? Тірі салмақпен аламын. Тірі салмақпен аласыз? Оның өзін осы кейіннен ғана үйреттім, мен бұрын біз былай қазір мен тірі салмақ берсем. Онда ғана оларға выгодно. Выгодно оларға. Әйтпесе, ой қойшы, басы бар ғой дейді де болды. Онда сонда олардың да жұмысшылары тірі салмаққа қолайды ғой олар. Салмақ дұрыс болу керек. Салмақ дұрыс болған соған қолайды, содан кейін мен барамда тірі салмақпен ол риза зато. Сіз тірі салмақпен қара қойдың да бір бағамен, қазақи қойды да бір бағамен, мериносы да бір бағамен ба? Или айырмашылық бар ма? Келісеміз. Жоқ, бұлай негізі қатты ортасында айырмашылық бар ма деген ғой? Жоқ, ешқандай айырмашылық жоқ. Базарда 200 теңгеге арзан дедіңіз ғой? Енді оны сіз мысалы мынаны тірі салмағын қазір 700 теңгеден алсаңыз, тірі салмағын, оны қазақиды 600 теңгеден аласыз. Разницасы ғой, ешқандай қиындық жоқ. Міне ар жағын бәрін шығарып отырмын. Мынаның бәрі қазір не істеп отыр. Так, күніне сонымен бұлар сізде 1 килограмм жем жеу керек. Жеу керек, иә. Қазір ол бірден бір... Ең күшті кезінде, болдаққа кірген кезінде. 3 айдан асқан кезде жоқ, міне мына суы. 3 айдан асқан кезде? Иә. Қазір бір мына суын көрсетіп жіберші. Қалай екен, мынау 2 жаққа да су ғой? 2 жаққа да су, 2 жақтан да келіп ішеді. Мынау енді су, бірінші су таза болу керек. Иә. Мынаны көрдіңіз, тап-таза, мөлт-мөлт. Иә. Бұл күнде өктіп, бұлар тазалап отырады. Өйткені құр ана көгеріп кеткен су, анау су, мынау су беруге болмайды. Боқсыдығы іштеңесі. Иә, мынау қазір түседі ішіне мынау қоқым, мынау боқ түседі. Оны мынау уже қазір бітіреді. Өйткені шөп жеп жатыр ғой. Шөп жегеннен кейін бұл шөлдейді, шөлдегеннен кейін таңертең жем жеді бұл. Бұл суды да албатып құя бермейді. Суды міне шөптің алдында құяды, бұл толтырып қояды. Күні бойы тұрып керегі жоқ па? Иә, не обязательно күні. Жоқ, мынаның түбінде қалады ғой қазір. Ол кешке шейін тұрады ол. Кешке ішпеген ішпейді. Әйтпесе бірақ уже біліп алған өздері келіп бізде келіп ішеді. Мына жерде қазір екі жағында
500 тұрмын деке, 1000 тұр. 1000 қойға бір неңіз жете ма? Жетеді. Мынаның ар жақ басында бар қазір. Ар жақ бар, мынау екі жағынан да ішеді, анау екі жағынан ішеді. Рацион грубо жағаны неге бөлгендеш? Сезонға бөлгенде бір жеті таза кебек, 750 граммға дейін, иә? Жоқ, бір жеті ол 250 граммнан, 250 грамм береді. Күніне? Күніне. Жоқ, 250 грамм таңертең, 250 грамм кешке беріңіз. Тіпті түсте бермей-ақ қойыңыз. Түсте бермей-ақ қойыңыз. Таңертең кешке 2 уақыт 250 граммын беру керек. Келгенде үйрену керек қой бұл. Содан кейін сіз бір күні бердіңіз. Ертеңіне кішкене қосып қойыңыз, 300 грамм қосыңыз. Жақсы жеп 300 грамм. Жақсы жеп 400 граммға жеткізіңіз. Жақсы жеп өйткені таусып жатыр. Сен ашықтырмауың керек қойды. Содан кейін бір уақыт шөп беруің керек жаңағындай. Мысалы 100 қойға жаңа бір түк шөп беруің керек мысалы. Сонда бір түк, мысалы менде екі түк беремін ғой, бір жағын біреу бер жағынан біреу ар жағынан, сонда екі түк саламын. Түгіңіз енді алған кезде 22 килограмм болса, қазір бұлар енді 18-20 килограмм ғана болып тұр. Кепкен ғой. Сұқала ма? Сұқалады, кепеді ғой. Сонымен бұл соған үйретеді, нормаға үйренеді бұл. Сонда бұлар соған дағдыланғаннан кейін бұл басында бұл шөтеді, деген екенін білмейді оған нені. Кебекті біреу көп жеп қояды. Сіз салған mesela 500 қойға салған оны біреу жейді, біреу ата жеп қояды, кем жеп қояды, пысықтар көп жеп қояды. Ол ауырып қалуы да мүмкін ол. Бірақ түбі оны үйренеді олар. Сондықтан сөйтіп ақырын кебекпен үйрену оңай. Кебекпен өйткені жеңіл ғой ол, тез қорытады. 500 граммға шейін жеткіздіңіз мысалы. 500 граммға шейін жеткізгеннен кейін уже 250 грамм таңертең кешке 500 грамм, 600 граммға жетті. Уже бір аптадан асқаннан кейін сіз уже кішкене болса да 100 грамм болса да 200 грамм болса да арпа қосасыз. Ол уже күш береді, әл береді. Оны да бір жеті бересіз. Бір жеті деген оны да ақырын көтересіз. Ақырын көтеріп бересіз. Бір айға шейін екеуін арпаны берсеңіз, бір айдан кейін уже ақырын кішкене бидай қосасыз. Бірақ бидай көп қоспайсыз. Бидай все-таки арпадан да ауыр, иә? Ауыр ғой, ол өте ауыр ғой, ол ауыр. Мысалы, соны аз бересіз. Соны арпаны жегеннен кейін болар, бидайды қосып жегеннен кейін уже сол норманы ұстайсыз. Постоянно беріп. Соның постоянно тұзы тұру керек, суы, жем болды, басқа ешқандай мұның оқуы да істеуі де жоқ. Кейін біз мысалы техниканы беруіміз мүмкін. Қазір енді адам ғой, адамның күш-күшін азайту үшін, онда ана жақтан трактор түседі. Науаны берғай шығарған кармаразда чіпкен бұла қарай тарата береді, баса көрдіңіз бе? Сол ар жағынан кіргенде қуыстан кіреді, ар жағынан ана науға шығады, сөйтіп бүйтіп жасайды. Кішкене тереңдеу науа екен, иә? Мынау терең науа. Мынау алдыңғы екен, мына көрдің, мынаның мен биыл бұл негізі қазақи қой мен үлкен қойға жасалған негізі мынау. Жейді. Бірақ мынаған енді кәдімгі өсіп қалды. Кішкентай күнде бұлар ең күзде келген кезде бұған бұл жетпейді. Енді біз биыл оның алдын бір кішкентай бойында мен табаны құйғызайын деп тұрмын биыл. Что мынау табаны көтерілу үшін. Сонда ол жақсы жейді. Бірақ қазір жақсы болған. Ал енді үлкен қойларға мынау қатып тұрайын, жақсы, өте жақсы, үлкен қойларға. Жемді де осыған салады ғой? Осыған салады. Сіз ана нені көрдіңіз бе? Ана шетелдің киноларында ғана бір бункерлар. Онда мысалы мына осы жердегі 500 қойыңызға бір 2 бункерді ғана қоя салады. Төге салады. Иә, әкіншіне 2 тоннаны бірақ салсақ, мыналар шетінен өзі жей береді. Ондайды көрдіңіз бе? Жоқ, оны мен анау түріктің несінен көргенмін, биліктен ғана көрдім. Просто бункерге тастайды да, ары қарай лентамен кетеді. Жоқ, ол емес. Мен сізге қазір ана кешке нені жіберемін. Біз қазір соны эксперимент жасап 200 бұзауға сонымен беріп отырмыз солына. Бір ғана бункер 200 бұрау келеді, шетінен солсын жейді, жүре береді. Бірақ оны о бастан үйрету керек те, өзіңіз айтқандай. Тамақ қайда екен. Тек қана оған бөлек шөбін қоюыңыз керек, ал анадан жейм дегенше жей береді. Круглый сутка жақындап жей береді. Дұрыс. Ол малды қай затқа үйретсең соған үйренеді ғой. Мынау избушка тұр ғой мінекей. Кішкентай избушка. Күрек су ғой, иә бұл су. Жаздыр ма? Иә су. Осыны айтып түсіндіріп жіберіңіз, кейбіреусі малдық жемін беруін береді ғой. Қалай суарам, оның суы қалай болу керек деген. Бұл енді адамға мынау, бұл қысқа мынау. Жазда менекі түгел тартылған ғой, жазда жейді. Мынау қыста мінекі, мына жерде мінекі ашылады. Міне. Мынаға өтіплені ғой, міне. Анаң шықпақталған, жүммен жауып қойған, жылдақ қойған. Қарағына асты, суы анада келіп атыр. Ішінде крайник бар міне. Мына шлангылар мына жерден қосады өзі. Крайник тасады, шлангын ана науаға 2 жерге 3 жерге жаңағындай бітеді. Соның қысты күні бұл. Сол моментан толтырып алады. Толтырып алып шланг жинайды да ішіне тастай салады. Сонда ана шланг қатпайды, ішінде жақсы. Аға, мынаның астын қалай тазалап қоясыз, қойдың астын кейін? Қайда уже қанша уақытта? Ол осы мысалы 3 ай тұра ма, 4 ай тұра ма? Содан кейін бірақ тазалаймыз, қоямыз қайда. Бірақ? Бірақ қоямыз, кәдімгідей.
неге оямыз кәдімгідей. Міне мынау сол ғой. Ішінен ойып, трактор кіргіземіз де, ішінен лақтырып оямыз да, шығарып тастаймыз болды. Енді мынаны уже навоз бұл қазір. Міне өзінен өз қызып жатыр. Қазір ана Андрейдің алып құртын жібересіз ғой. Иә. Құртын жібергеннен кейін наның тоннасы 100 мың теңге. Міне қазір енді сізде былайша не етіп жатыр, соны жылдамдатырсыз. Біз тегін таратамыз бұны. Жоқ, 100 мың теңгеден табылмай жатыр. Қазір 400 тоннаға заказ бар. Андрей қайдан аларын білмейді. Кесіп маған берейін мен. Жоқ, құрт жіберу керек қой бірінші. Сойтам, иә. Құртты жіберу керек. Иә. Такс. Аға, бұны кеген бетте. Бұл әгі сырттан келді. Бұны күпке қалай түсіресіздер? Мен күпке түсірмеймін, егемін сразу. Бірақ егесіз? Сразу егемін. Мен онана уколы бар ғой. Бірақ рез егетін укол бар, ермек. Не болса 7 күннен кейін қайта егетін болады оны. Иә. Ерінбесем, дәрі сондай кездессе, онда мен бір егемде 7 күннен қайта егем бұны. Болды. Ал енді бірақ индийский дәрілер шықты, бірақ рез ғана егетін. Бірақ рез егем, болды. Келген бетте. Келген бетте мен мысалы келеді, түседі, мен реттеймін ғой. Ақсағы бар, тоқсағы бар, құттағаны бар, анасы бар. Бәрі көз алдынан өткіземіз, аяғын жөндейміз, құттағанын тазалаймыз. Содан кейін барамыз да бір 2-3 күннен кейін мынаған үйренгеннен кейін біз егеміз. Қышымаға. Егіп тастаған болды, оны тұра береді. Онан кейін уже күнде бақылайсыз ғой. Мал болғаннан кейін бұл тұрады, аяқ астынан қышыны мүмкін біреуі. Содан кетеді. Оны мына көріп отыр адам. Көріп жүр, сразу мынан қышынды қолма-қол егізіп береді. Болмаса бір 5-6-10-ға кетіп қалса, қолма-қол сразу қайтадан егізіп береді. Бүкіл партияны егізіп. Оның ешқандай малға зияны жоқ оның. Оның құрамында 7-8 витамин түрі бар. Бордақыдағы тұрған мал, бұл әгі буаз мал емес. Ішіндегі төліне бірдеңе. Оңай, рас айтасыз. Мына жерде тіпті ежелдегі жасағаныңыз ау деймін, е? Мына ең алғашқы жасағым кәсіп. Ең алғашқы. Бұл енді ол қымбат қора бұл енді. Бұл енді өте қымбат қора. Бұл золотой қора дейміз біз. Сөзі талай жерге әгі бұлай баспенен соғылған шығар. Иә, айтпаңыз. Міне соның бәрінен келіп, ең аяғында осы шықты ғой міне. Ең түбі шықты міне. Ең шыққаны. Кезінде мынау былай бастадым дейсіз? Былай бастадым. Мен бұл да жаман емес. Мұнда қазір көресіздер қалай екен. Бұл енді шағын бизнес жасағандар өте тиімді да мына. Ол бастарында дейсіз ғой. Бісміллә бір елу ойдан. Иә. Мыналарды қырқып қойыпсыз, уже қойылға дайындалысыз? Қазір көрсетемін, иә. Жүріңіз. Міне мынау жем, жаңа айтқан жем. Мынау жүніңіз міне. Қандай жүн. Міне мынау, там белгілі жатқан тамақ қараңыз. Міне. Мынау бітеу. Міне. Мынау кебек, арпа, бидай міне қараңыз. Мына ішінде бидай да бар, арпа да бар. Өзінің нормасы мынау. Мыналар мына жерге, былай ғой, мына жерге дайындайды. Мысалы айтайын, 10 қап, мысалы 1000 қойға жазылса, 10 қап кебек тастайды, үстіне жаңағы 4 қап арпасын тастайды, 2 қап татылған арпа тастайды, соңын 1 қап жаңағындай бидай тастайды. Аға, бүйтіп бастасақ, жаңа айтып жатырмын ғой, бізде талай жігіттер осыны енді бастасақ деп жатыр. Ал нар тәуекел деп бір кредит алар, бірдеңесін жасар, бір 100 қойдан бастайды. 100 бастан. Ол енді әркім жағдайына байланысты. 100 басқа сіздің рекомендацияңыз. 100 басқа 3 айға қанша жем, қанша шөп, қанша тағы несі керек, соны айтып жіберсеңіз. Енді ол 1 келі есептейді ғой. Қойға 1 келі есептейді. Енді 100 бас болса, 100 басты мысалы 4 айға мен тоқтыға 4 ай 5 айға есептеуіміз керек. 5 айға көбейтіңізде күніне жаңағы 1 келіден 100 келі жей ма мысалы? 100 келін есептеңізде жаңағы 5 айға көбейтіңіз болды, шайгілен нормаңыз. Так, 5 айымыз 30-дан ол 150 күн. 150 күнге күніне 100 қойыңыз 100 килограмм жейді. Осыны 150 күн бойы жеу керек, 5 ай. 15 мың 15 тонна. 15 тонна жеміңіз керек. Жем керек. Ал шөп қанша керек? Шөп енді күніне бұлар 2 түк жейді ғой. 100 қой ма? 100 қой. Сонда 200 түк күні жейді. Айына күніне жоқ, 60 түк жейді, айына 60 түк жейді. Күніне 2 түк болса 150 күнде 2 түктен 300 түк жейді екен. Иә. Мынасы мен бауырым болады. Ассалаумағалейкум. Алмасбек. Совет үкіметіне әкесі атақты қойшы болған. Мен оның сіздің әкесінің інісі болғам. Бәрекелді. Жүзіне 5 жылдықпен есептегенде 170-тен қозы 5 жылда. Круговой 5 жылдықпен санағанда. 5,5 килограммдан жүн беріп отырған әкесі. Сондай сол. ВДНХ-дан премияға ВДНХ, всесоюзный ВДНХ деген Москвадан арнайы 80 жыл москвичке алған премияға. О, аты жөні кім екен әкесі? Қыдырманов Тоғжан. Тоғжан деген жақсы болды. Ой, бәрекелді.
Еңбек Қызыл Ордың кавалері. Еңбек Қызыл Ордың революциясы. Енді екеуіңіз де ал енді ағалар жаңа Ақсудікісіздер. Иә. Ана Ақсуда бізде қаншама жігіттер бар, соларға сәлем айтыңыздар. Бірден Шопан ата, ал бауырларым деп. Ақсудың жігіттері жақсы жұмыс жасайды. Иә. Жоқ, сәлем жолдауларыңызға болады деймін, ауылдағы ел жұрт. Рас айтамын, мен каналымды бүкіл ел көреді. Сіз де қарап тұрсыз. Ал сәлем айтыңыздар ауылдағы елге. Иә, ал енді құрметті ақсудандықтар, азаматтары, ерінбеңдер. Олар бәрі мені таниды, бәрі біледі мені, немен айналысатынымды. Қолға алу керек, үйде бос жүрмеу керек, бос жатпау керек. Бір 5 бұқа болса да, бір 50-60 қойың болса да байлап, қымбаттатып сатып, баю керек. Әр қазақ бай болайық деген осыдан. Қайдан байысы? Ата-бабаның кәсібі. Мейлі жаңағы өткенде айтып жатыр ғой, мейлі әкім бол, мейлі милиция бол, мейлі мұғалім бол, бәріңізге осы қойды ұстасаңыздар, қосымша табыс қой бұл. Бәріне болады. Міне мен жерде айтайын. Мынау ескі бірінші не деген? Мынау сіз айтқан 100 қой. Мына жерде тұр ма? 100 қой тұр қазір. Мына жерде 70 қой тұр қазір, 100 жоқ. Бірақ негізі 100 қой рассчитан. Басында келгенде қозы келгенде 100 қой қоямыз. Содан кейін ақырында балап өсе бастаған сайын аламыз. Тар болмасын деп. Тар болмасын деп. Жүні болып неткеннен кейін. Аламыз ба? Мына жерде мына арғай жүрміз. Біз енді қойға күнде бақылап отырған жағдай жасаймыз ғой. Кей қойлар болады, өзінен өзі семірмейді, өзінен өзі жүдейді. Біртүрлі болып жегенде батпай барады. Ол неден дейді? Мысалы қырқып тастадым мен. Уже қырқып тастаймын, бір аптадан ішінде басқа болып кетті. Көрдің бе? Уже бұған қырқу керек болған. Ыстық болып кетті. Ыстық болып барады. Жоқ, ыстық болды ма, или басқа бір деген сондай. Азотта қырсаң енді қарасың мынаның фитнесі қандай? Маржандай тура. Маржандай. Қарағанға өзі жақсы. Мынау сіздің тұқымдардың жемшір, иә, мынау сухольпа бірден бәсебесі барған. Алакөлдікі ма тоже? Иә. Алакөлде де бізде қошқарлар бар. Сондай да келген араласып келген, сонда келген бұл. Мынау бір енді кенжетай бір сүйкімсіз бір деңіз беріп жіберді. Енді иә. Ол бізге қандай сондайын береді ғой, мына қара. Мына жерде мынау два в одном деген сөз. Міне, мынаны қарасаңыз, астында мынау асы. Иә. Мынадан жем, бір ведро жем болса, бір ведро жем бүйтіп шашып шығады. О, басына шейін. Жем мұнда түседі. Қой шықпайды ешқайда. Жемін жеп біткеннен шөп тастайсың маған. Шөп тоже түспейді, мынаны тартады, жейді, күлі анаған түседі, бәрі жеп қояды. Оны да жеп қояды. Оны да жеп қояды. Тап-таза болып дұрыс екен. Міне мынандай лоток болыпты, иә? Басында домалақ. Домалақ лоток болады. Иә. Міне уже мынау жемді жегеннен уже қалған, бұл тойып тұр уже. Иә. Қарап тұр. Бұлар уже тойғандар. Мінекі мынаның бәрін сөйтеді. Мынау нормаға да, мынаның ар жағында да бар. Осындай. Мына жерде мысалы менде 20 килограмм шелек бар. Мынау бұлай бере ме жемді? Анау ан жағынан. Екеуміз екі жақтан келеміз. Қатар қойып шығамыз жем бар. Мынаның бәрі жем толып тұрады ведрода. Ана жақта екеуміз келдік екі адам. Бірден бастаймыз екеуміз. Өйткені қой бірін таптамау керек. Екеуміз бірдей кетеміз да. Бірден келеміз, уже қой екі жаққа жарылып дейді. Бұл қойдым да екінші ведро тұр, екінші ведро манаған кетем. Сонда мен мұнан бір 5 минут бере салам. Мына жерде мен жаңағы 200, мына жерде 200, 400, 500 қоймыз. Таптайтын жаман ғой бұнда. Иә, мынада таптамайды ешқандай көрдіңіз ба? Міне суыңыз мынау. Ашасыз мінекей, суды, пожалуйста мінекей. Қайтадан жаба салыңыз. Ешқандай бас ауырып жатқан жоқ ана. Енді мынау жаздық, мынау тұрып қыстық. Қыстықты ан жақтан қосады, жаңағы ямадан қосады. Содан мынау толған кезде сылаңы суға салады. Сонда мынада су қалмайды, ағып кетеді. Сонда қатпайды. Соған саған. Өшін өрт қойды ма? Жоқ, әлі өзі болды. Мынау емнеке жаңағы қора, мынау уже босағандар. Тазаладық қой, тазаладыңыз. Міне шөп жиналған. Енді мынау мінеке төбені қараңыз. Мынау шөп. Мынау менде қазір мен жерде... Негізі, мына малдың өзінің шөбі осы төбесіне сиятын шығар, иә? Иә. Сыйып кете ма? Басқа сізде мен байқаптым. Ана жерде мына жерде тұрған майы жоқ. Жоқ. Мен мына жерге, міне қазір көрсетем. Мен күзде майдың 30-нан бастап мен шөп аламын. Мен мына төңірегдегі фермерлер бар ғой, жоңышқа кетім. Соларда мен таза жоңышқа аламын. Шөп алмаймын мен. Сол жоңышқа мен мына жерге, мысалы 6 мың басқа 16 мың түк аламын мен. 16 мың түк мен бірден жинап аламын. Міне қазір қараңыз. Нешінші кост аласыз? Бірінші кост аламын. Мінекей мынаны қараңыз. Мына жерде мына бір қораның өзінде 5 мың түк бар мынада. Бір төбесінде 5 мың түк бар. Мында 5 мың түк бар мысалы. Жаңағы жылғы қораның үстінде 5 мың түк бар. Сонда осы жерге мен жинап аламын. Содан кейін енді артылған жаңа 1000 түк, 2000 түк өтті. Мына қораға, ана қораға, қай қора, бос қораға уақытша жинақ қоямын. Пока малдың алды келіп біткенше мен соны жеп аламын. Мынау мен қыста мысалы керегі мынау. Жей беремін.
Бәрекелді. Мына қораларыңыздың бәрі размері сол облыстан бір ма или өзгерді ма? Жоқ, бірдей. Бірдей? Көлдөлеңі несі бірдей. Ені 23 метр. мысалы жаңағына 500 басқа, бір 500 басқа қандай болу керек размері? Енді қазір мен сізге айтайын, ана жерде санау керек оны. Примерно. Ну, 100 метр ғой, 30 метрден ғой, бір қор 30 метрден. 90 метр, ары қоралар 90 метр. Ну, арасында несі бар, сол 90 метр сағанда 30 метрден сонда ары қоралар. 30 метр. Оның ана жағында 5 метр жерін жаңағы прогулшын қалып тастағам, сонда қалғаны сол жаңағы 500 қорға салынып тұр. Міне мына жерден тастайды шөпті, мына береді. Ой, қалай ыңғайлы. Міне мына қуыстан тастай береді, міне тура мұндай, Міне өзінің басқышы бар, ана жақта тұр ғой. Мына жерге таржақ басқышы іліп қояды. Мынадан шығады. Мынаған мысалы 2 түк керек, мынаған 2 түк керек. Мына жерден 4 түк тастайды. Иә. Ана жерге барып 4 түк тастайды, ана бір 4 түк кете береді. Ол малыңыз жақсы мал екен. Сондан кейін осы жерден алып бере береді. Біткеннен кейін сыпыртады болады. Мына шипырдың анау ең жоғары жағы қанша метр болады? Мына жері қанша деп есімде жоқ мен. 4 метр ғой мынау. 3 метр ма сонда? 3 метр даже. Ана жері ма? Иә. Бұл енді мысалы ауыл жерде тұратын кісілер бар ғой ауылда. Олардан үлкен жерлері жоқ қой. Шөпті апарып ана далаға жинайды. Міне осылай жасаса. Ол кебет, су кебет, Бірден мынаны жер болса, біріншіден жер эконом. Біріншіден. Екіншіден ыңғайлы. Сіз 100 қойға болса, мінекі мынандай 200 қойға салады ғой. Енді 100 қой деген ақтамайды 100 қой деген. Кемінде 200 қой бағу, 300 қой бағу керек. Бағу үшін өзінің расходын ақтау үшін. Ал сен 100 қоймен, ол 100 қоймен неге расходын ақтайсың? Жоқ, олда жаңағы адам жоқ қой. Бәрін өзі жасайды. Мүмкін сондықтан тиімдірек шығар. Болады. Ну, болады енді. Үйінде қорасында өзінің. 50 қой болса да болады. Онда өз күші барлығы, еңбегі барлығы өзінікі. Мынау енді шөптері жаңа жиналып тұрған. Негізі аға, сіз бұл кәсіпті бастағанда жаңағы саудадан бастадым дедіңіз ғой? Иә, мен ең бірінші бұл малыңды өткізетін жер болу керек. Иә. Азын-аулақтан, аздан. Жоқ, мұны біз басында бұл комиссияны бастағанда білмейміз ғой, мен мұғалім мамандығым. Иә. Ол малшының баласын бірақ. Иә. Малшының баласы, малды өстім, көзімді ашқанда малды. Бірақ мен малды қой деп қана білем. Оның 4 аяғы, 2 құлағы барын білем, жаңағы малды. Бірақ мен оның ол кәрі қойма, ол жас қойма, ол қандай айырза атамаймыз. А мен қазір мысалы мұның етін қойса мен білем оны қай қойдың жас екенін. Бірінші мен мұны сатудан үйрендім. Мен Көкбазарда саттым бірінші, бәленбай сатып. Алыс ауылдағы, аудандағы жігіттер неден бастасын? Бір кеңесіңізді айтыңызшы әке, бір 100 бас, 200 бас неткенде. Аткормнан бастау керек қой, мен аткормнан бастау керек. Ауылдан аткорм дайындау керек, бағу керек. Оны бірақ олар соған жететіндей жемін шөбін беру керек. Ол айтады, біз ауылда байладық. Мен мынаған 1 тонна жем бердім. Мен 2 ай бақтым, ол 2 ай мал семілмейді ол. Тоқты мына 5 ай 6 ай тұру керек. Саулық қой 3 ай тұру керек. Сек қой, қошқар мысалы, ол да сол 3 ай тұру керек. 3 айда жетті тұруға. Мыналар жемдерімдерге. Мына ана бетіне кепкін басып қойған, астында бидай ғой мұнтады. Мына кептерлер қолат сол үшін жауып қойған. Мен мынаған жемдер түсіріп алам. Сразу бірден 700-800 тонна жемді әкелемді түсірем. Мына мінеке арпасы. Мына дровекісі. Осы жерден тартамыз. Мына уже тартылғанын көрдіңіз бе? Мына уже тартылмағанмен араластырып қойған мына. Бұл битеді ғой. Мына жемді, керек жемді мөшекпен мына жерге түсіріп алады бұлар. Мына жерге. Осы жерге түсіреді. Соң бұлар кәдімгі өзімді раствор араластырады ғой. Тура сол сияқты раствор сияқты араластырады. Араластырғанда уже мынау бүгінгі нормаң мысалы өзінің қойын қанша, 100 қойға қанша керек? Таңертеңге, кешкіге 2 қуағын жемді сіз мына дайындап аласыз. 2 мешок. 2 мешок. Мысалы мен болса 4 күнге 5 күнге дайындап аласың. Сол нормаңды бересің. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Иә. Тартқандай мынандай ол шағын бизнеске кішкентай мини дровик деген көп қой қазір. Соны аласыз, соны қоясыз. Мынау бұрынғы дровик қой, бұл енді үлкен. Ол 1 тоннаны 1-ақ минутта бұрқ етілетін шақылды ғой? Иә, бұрқ етіледі бұл. 1 мешок тастаңыз, бір дегенде гу дегізе салады. Деп үлгермейсіз. Иә, тастай салады. Мынау да жем қора. Мынау жаңа КамАЗ кеп жем түсіретін жер ол да. Осы жерден кептіресіз. Әрбір қораның көзінің орнында болғанда. Мынау бүткіл кебектің бәрі осы жерге жиналады. Мынау енді биылғы сезонға қалған кебек. Мына жерде бәленбай тонна кебек тұрған. Полный потолокқа дейін тұрады. Жинап аламыз.
Содан кейін басымыз Кебекті ауырмайды. қайдан? Солтүстіктен алып келесіз ба? Солтүстіктен әкелеміз. Өздері келеді. Вагонменен. Ол бұл хозяйствоны біліп алған ғой. Кебек таситын, арпа таситын, бидай таситын, шөп таситын. Мына маңның бәрі түгел шөп егетіндер тасиды. Өздері уақыт сезон келгенде келеді. Аға біз дайынбыз, полямен дайын. Бір-екі түгін алып келеді, көрсетеді маған. Міне мен оның качествосына қараймын. Мен оның дымқыл емес, сулы емесіне қараймын. Сосын аламын да жаңағы тасы деймін. Олар 5-6 газеттерін әкеп бұрқап тасиды. Өздері әкеп жинап береді, жинап береді. Мен оған ақшасын төлеймін, болды. Зато мен басым ұрмайды оған. Ал енді есептесең, өзің егіп, өзің шауып, өзің жинағаннан азар болса бір 10 теңге, 15 теңге қымбат болар. Біздікі несі сатып алған. Мұны зато басың ауырмайды ғой. Бәрі осы жерде өзіңде. Кәдімгі қарасаң түгіл. Каждыйында камера тұр. Ішінде өзің мына жағында басынан, ана жақ басынан қойған камералар бар. Сол камерадан үйден көріп отырасың. Таңертең мысалы тамақ бере ме? Камераны қосам, қарайым. Уақытымен. Уақытында тамақ беретін уже көріп отырмын тамақ беріп жатқан. Содан кейін мен камера көріп отырмын. Ол 5-ші камера, 6-ші камера, 7-ші камера жазылған 23 камера бар. Сол 5-ші камера 5-ші қорам мысалы. Біреу тамашасы мен айтамын, рация бар звондаймын. Қайрат, ана не болады? Ана бір қойын 5-ші қорада жемей тұр ғой. Ол көрмей қалуы мүмкін мысалы. Бірақ келеді, көреді. Ол тентек па? Ол ауырып тұр ма? Мал болғаннан кейін неше түрлі болады, көп мал болғаннан кейін. Сосын жаңағы қолма-қол оны емдейді, емдемейтін болса басқасы еткізіп береді. Уже клиенттарыңыз бар шығар, сатып алып кетіп тұратын, бәрі қалыптасады ғой оның барлығы. Бәрекелді. Ояға рахмет. Біраз дүниені көріп біліп қалдық. Мынау ауылдағы жағы бауырларымыз барлығы, солардың барлығының атынан рахмет. Енді ол өзіңізді ести жатасыз. Мен сізді ана біздің чатқа қосып қоям. Сол жерде барлығы өздері айтайын, аты жөніңізді таныстырайын. Өздері айта жатар. Енді мынау енді бізде бір жағына ауыл шаруашылық саясаты дұрыс болмай кетті. Сіз өзіңіз мысалы қаншама жыл осы шаруамен айналысқан, міне бір жем дегенде қазір 6-7-8 мыңға енді жетіп отырсыз. А бізде ауыл шаруашылық министрлігі алғанда атқорым деген 20 мың бастық болу керек дейді. Оған қай қазақтың қалтасы көтереді оны? Көтере алмайды. Соны міне өткен жолы қазір мына жаңа министрге айтып жеткізіп, ала берсе міне 5 мың басқа түсірдік. Енді оны жасау да оңай емес. Ондай жігіттер шығып жатса да енді жеңіл болсын деп, енді өзіңіз де соның бір жақ шетіне ілініп жатсыздар. Сол аға. Ол былай ғой, мысалы біздің бауырлар қазақ халқымыз ғой, біз бұл басқа ұлттардың бәрі бұнымен баяғыдан айналысады. Мен осы Алматының маңындағы мына ауылдардың бәрін білем ғой. Бәрі менің клиенттерім олар. Олардың қызметі менмін, әкеледі. Олардың бәрі менімен енді Бордақымен ертеден айналысып жатыр. Ертеден айналысады ол. Басқа күрт біз ғой бағып, айдалада лағып жүрген. Біз қазақ екендер, біз сол жүрген жүрісіміз сол. Біз қазір мысалы мына көрші ауылдар бар жерге. Барсаңыз күрт түрік халық тұрады жерде. Любойның үйіне барсаңыз 300 қой, 500 қой, 1000 қой тұр. Любойның үйіне барсаңыз. Мысалы мына жерде Ақбастау деген ауыл бар. Барсаңыз Любойның үйінде сондай қой бар. Бағып отыр. Соларда да барып мен сұраймын, үйреніп, адам бірінші намыстамау керек, бару керек, сұрау керек, көру керек. Біздің енді бауырларымыз қазақ халқында бізге намыс қойып. Мен мысалы біреуге айтсам, ол тыңдамайды, жүре тыңдайды ол. Өйткені менің ақылымда ол ақылғысы келмейді. Өйткені мен ақыл айтып тұр дейді, мына білгішсін дейді. Сондықтан ол бірінші адамда интерес болу керек. Сол интереспен, бірақ билейді екен, қазақтың айтқан жасамайды дейді, но қазақтың көзіне көрсетпей дейді. Мен соны бір ұлттан естідім, маған айтты. Өзбек айтқан. Қазақтың дейді, айтсаң қазақ жасамайды дейді. Бірақ қазақтың көзіне көрсетпе дейді. Бір затты көрсетпе дейді. Көрсетсең ол сені екі есе жасайды. Енді ол көргеннен кейін адам уже жасайды. Біз баяғыда малда сой білмейтінбіз. Ауылдың жігіттері естіп отырғанша біледі. Мал сой десең Алматыға бір ет апару үшін соямыз, оны бүткіл үйдегі простыняның барын шығарамыз, мына жағына төсейміз, мына жағынан төсейміз, қанын жуамыз, сүртеміз, тазалаймыз. Мәшінеге тиіп аламыз, Алматыға алып келеміз. Алматыға келіп Зелен базарға ашық қалсаң, ана жағында әппақ қардай ет тұрады, сенің етің қып-қызыл кешіріп еді, қып-қызыл. Ананы көрсетуге келесің, жаба саласың. Сосын баға жоқ, сен баға ең төменгі баға түсіп қайтасың. Оның бәрі сонда лебедка. Ал сол кезде біз лебедка не екенін білмейтінбіз. Даже далада талдың басына қойып қойып лебедкамен сойып қан ағып кету үшін, қан ағып кету үшін, таза болу үшін, былғанбас үшін, жаңағы дейді. Оның бәрін енді тәжірибеде өттік қой, оның бәрін. Ешкімге айтпайды, үйретпейді даже. Мен сондан сұрайын біреуден. Мынау сенің малың неге етің аппақ? Менің етім неге қызыл деп сұрайын ғой мен енді. Ал сонда мен білмеймін ғой, анау атқорым мал екен, менікі жайының мал екен. Сонда маған айтпайды. Ана сенің мынау атқорым мал, сенікі жайындікі деп айтпайды ол. Ол айтады, аға дейді, сені келеке қылады.
соердің алдында 2 сағат бұрын аспирин бер дейді майдан. Ал енді мен мұғаліммін ғой. Мен сенгішпін. Маған мынандай кішкентай бала айтса, мен уже шын көремін. Үйге келем, айтам, балаларға қазір 2 сағат бұрын аспирин берейік. Ал попробуй сен бұқаға аспирин беріп көр. Тұрған тірі бұқаға. Азып жүрген ağzına аспирин тығасың. Аспиринді 2 сағаттан келіп соясың. Ойлайсың, ертең аппақ болып барамын. Алматыға барсам, жаңа тура сол қайтадан. Сонда бізді жындық жіберді ғана. Ол айтпайды, сен бүйт, сөйт, сен сөйтсем молдың сататыны бұқа, молодняк. Жаңа аткорым. Болды, оның ешқандай айырмайды. Соның кейінен біз үйрендік қой. Мына Көкбазарында сол кезде басқа ұлттың өкілдері бермейтін. Қазір бірде-бір ұлттың өкілі жоқ. Өйткені қазақтар ығыстырып жіберді олардың бәрін. Өйткені біз үйреніп алдық. Біздің көп азаматтар бар қазір байлап отырған. Біз 5 мың, 6 мың қой байлайық деп, 6 мың сиыр байлап отырған адамдар бар. Өзіміздің қазақтар мысалы. Білесіз. Ал аға, ауылдағы бауырларыңыздың атынан, шопан қауымының атынан, жаңағы бір жағы сізге бұл енді бізден де рахметіміз сол. Жаңағы бір мал сатам десеңдер, телефон мынау деп айтыңыз. Бәлкім үйінен шығып қалатын шығар, бәлкім әлі сізге де клиент керек болатын шығар. Керек па? Бірақ сразу ескертем, ел звондағанда телефоныңызды аға тастай сап қашасыз. Жоқ, одай емес. Мен осы Қазақстаннан мен мына жағымыз Шымкентке шейін, Ташкентке шейін мына жағымыз. Мына жағымыз Кеген Нарынқол, мына жағымыз Шорал, Аягөз, Семей, мына жағымыз. Осы аралықта территорияда любой малмен айналысатын сұрасаң мені біледі. Бәрі біледі. Өйткені ет әкеп өткізетін қазақтардың бәрі, ет өткізетін ағайын туыстардың бәрі мені біледі, таниды. Бірақ енді көбі соған жеткенде прямой маған келемейді, көп посредникпен келеді. Ортада әбден делдал жүреді. Енді сондықтан телефоныңызды айтып берсеңізші. Телефоным менің 871 388 3321. Сұрақтарыңыз болса мен жауап беремін. Ахат ағамызға хабарласыңыздар. Енді барлықтарыңыздың атыңыздан Ахат ағамызға осылай әлгі кейде бізде енді кімде де болсын бар ғой, енді бізде Қазекеңде де кейде білгенін айтпай өзім ғана деп неткенше, енді сізге аға рахмет. Осылай ауылдағы бауырларым көрсін, елім көрсін, осыны көрсін, үйренсін, жасасын деп айтып жатқан ниетіңізге рахмет. Алла тағала адамның ниетіне қарай береді ғой. Сондықтан да барлығымыздың атымыздан рахмет. Ісіңіз өрлей берсін, осының қызығын көріңіз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Барлықтарымыздың атымыздан сізге үлкен рахмет. Ал. Бұл енді семейный бизнес қой, мен семьямен ғана жасаймын. Өзім 2 ұлым бар, қызым бар, өзімнің жолдасым бар. Біз семейный, біз енді қарапайым жұмыстан жасап, мен мұғалімдіктен мал соятын қасапшы болып істедім ғой. Мал соятын қасапты үйрендім бірінші, сатуды үйрендім екінші. Міне содан барып осындай дәрежеге жеттім қазір. Құдайға тәуба, жұмысым жүріп жатыр. Ол кезде де қиналған шығарсыз. Мұғалім болып жүріп, мен не жасап жүрмін, өмірім не болып кетті деп. Мына мойнымдағы галстук шешсем, мойным тоңатын сөзім, мойным тоңады. Көкбазарға келіп, жұмыс киіммен, костюм шалбармен жұмысқа келетін мен. Мойнымда галстук тұратын. Сонда менің жолдасымнан жанында тұрған әйел адамдар екен, анау галстук таққан әйел деп айтатын. Галстук таққан. Содан кейін бір күні бір мұғалімдер күні болады ғой. Мына Зейнебазарда 4-4 тұрады, бәріміз отырмыз сонда. Мұғалімдер күні атап өтеміз деп жатырмыз. Анау бастаушы мұғалім, мынау орыс тіл пәні, мынау қазақ бәрі мұғалім сөйтеді, мынау бәленбай завуч сөйтсе бір айтады, енді директор жетіспей қойса, біреу көрсең анау балконда тұрсаң директор болғыңыз келеді. Сонда мен келіп сөз сөйлеп, жаңа мұғалімдермен құттықтап мұғалімдер, сонда біз сөйткенбіз. Көбі қазір мұғалімдер ғой, сонда істеп жатқан. Енді ол кім істеймін десе, ол ешқандай намыстан ештеңе жоқ. Ол өзіңнің бюджетіңді көтересің, өзің бала шағаңды айтқаны бар ғой, не істесең де есектің атын жусаң да мал тап деген. Сол ғой енді. Рас. Сондықтан еңбек ету керек қой, сөздің қысқасы. Мысалы ауылға барасың, қарның ашады, ауылға барсаң, жігіттер жүр, здоровый жігіттер бұрыш-бұрышта анда-мында жүреді. Үйлерінде жоқ емес олардың, бар. 3-тен, 4-тен, 5-тен сиыр, 1-2-ден жылқылары да бар. Бірақ соның туған бұзауын байлап, семіртпейді. Тұрған шөпті, жаңа біз құсап бермейді ол. Ана тұрған шөп жинаулы тұр, бір мая шөп. Соған жіберсе барсаң, жартылай сиыр ішіне кіріп шөп жеп тұр ғой. Мысалы. Енді ол соған кішкене қимылды, ешқандай уақыт жоқ. Мен мұны өзбек халқынан үйрендім. Сөзін керек. Сіз айтып едіңіз ғой, мен Ташкентке бардым. Иә. Сонда мен осыны үйрендім. Сонда маған айтады, бір өзбек ағайын айтты. Сіздердікі қызық дейді, мал баққандарыңыз дейді. Сізге жер керек, бәленбай гектар. Жайлау керек дейді. Бір қойшы керек, бір көмекші керек, оның әйелі керек дейді.
Еще оған сен қыстай жем-шөп дайындау керек. Иә. Бәрінен еще оның қасқырың бар, оның үстіне ұрың бар, еще бейнетің бар жүретін. Иә. Аға дейді, сіз неңіз бар бейнет? Сіз есігінің алдыңызда неге бақпайды? Мен сонда барғанда есігінің алдында 1000 қой тұр екен. Есіктің алдында жай ғана 15 ақ сотық жерде. Мен сонда таң қалдым. Ой Аллам, бұл 1000 қой дегенде, енді қойшының баласы мен былай қойды. Тұрған бетте санай аламын. Үштен бүйтіп жіберсем, где-то 9 бірдеңе бас мен шығардым. Сенбей тұрмасын санап. Қарасам, бір 1000 қой тұр. Ал енді ана 1000 қойдың тұрғанын көрсеңіз, бүйтіп мынандай забор тұр, ар жағында тұр, мына жағында үй. Бүйтіп қарасаңыз, тура үйректі көз алдыңа елестетіңіз. Жем жейді, үйрек су ішеді. Сілкінеді, жатады. Мына уже сондай болған ғой. Жемін жеп жатыр, суын ішіп жатыр, сілкініп жатыр, жатып жатыр. Біреу тұрып жатыр, біреу мен одан көзімді алмай жатсақтай қарап тұрдым. Бірақ енді ана қойды көрсеңіз, олар қаракүл қой. Қой тұр елік сияқты ғой, елік. Орен жөнедеген жылт-жылт етіп, ана тұр елік сияқты болып тұрғаннан кейін, сонда уже бұл семірген. Сонда бұлар сол кісі айтты маған, қойды 90 күнде семіртеміз біз деді. 90 үш ай ғой сонда. 90 күнде семіртеміз. Аға, егер мен мынаны 90 күннен бір күн асса, бұл менің қалтамды жейді деді. Уже 91-ші күнге кетсе, бұл уже убыт кетті, күнде қалтасынан тиын береді екен. Сондықтан мен мынаны дейді, мен 80 күнге жеткен кезде мен уже кісі іздей бастаймын, сатамын дейді. Маған сонда проблема мына реализация өткізуген. Мен сонымен жұмыс жасадым, солардың арқасында осыны үйрендім. Айтпаса мен талай азаматтарға айттым, мен аткөрім жаса, ешкім жасағысы келмейді. Ол ойлайды, бір жерден бір көп ақша беру керек өкімет, оны сатып алу керек, ол олай емес. Үйіңдегі жаңа 3 сиырдың 3 бұзау саған ақша ғой. Шыда 3 ай 4 ай шыдасаң, сиырды мысалы 5 ай айдауың керек. 5 айдан жаңағы сіз айтқан асыл тұқымды ұрықты алып ұрықтандырса сиырын, одан туған бұзауды 10 айда оның бұзауы 200 килограмм ет береді таза. Кішкене беріп тұрамыз ба? Иә. Сол. Рас. Еңбектену керек, басқа ештеңе жоқ. Барамыз, аха. Онда тағы да құрметті көрермендер, Ахат ағамызға рахмет айтайық көбірек. Жақсы.